Бұл көршінің қызы, жайғасып отырыңыз, шай ішіп әңгіме айтамыз. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Отбасымызбен осы әнді айтып жүргенде әлеуметтік желіде мектеп ауласында Қазақстанның көк туын өртеп жатқан сәт түсірілген бейне тараған. Бәрімізді алаңдатқан мәселе мемлекеттік рәміздерге деген құрмет жайы болды. Мемлекеттік рәміздер бұл елдің тәуелсіздігі мен бірлігін білдіретін аса маңызды құндылықтар. Оларға Қазақстан Республикасының туы, ел таңбасы және әнұраны жатады. Павлодар қаласындағы мәшһүр Жүсіп атындағы мектеп ауласында 5 ақпан күні болған оқиға да осы тақырыпқа қатысты көп сұрақ туғызды. Әлеуметтік желіге тараған бейне жазбада бір топ адамның шелектің ішінде мемлекеттік туды өртеп, кейін елтаңбаны балғамен сындырып жатқаны көрінеді. Бейне жазбаны көрген көпшілік мұны рәміздерге құрметсіздік деп қабылдады. Алайда кейін қалалық білім бөлімі түсініктеме берді. Олардың мәліметінше бұл әрекеттер мемлекеттік рәміздерді қорлау емес, керісінше стандартқа сай келмейтін немесе тозығы жеткен рәміздерді жою рәсімі болған. Мұндай жұмыстар арнайы комиссияның қатысуымен және тиісті құжаттамалармен рәсімделіп жүргізіледі, ал видео есеп беру үшін түсірілген. Масқара, жолға мүлдем шықпаңдар, 112 жібергенді қараңдар деген хабарлама көршілердің, отбасының, туыстардың чатынан толастап келеді. Әсіресе қыс мезгілінде қара жолдан келер қауіп көп. 2026 жылы 10 ақпан күні шамамен сағат 10:45-те республикалық маңызы бар Ақтөбе, Қандыағаш, Доссор, Атырау, Ресей шекарасы автожолының Ақтөбе облысы Тамды кенті маңында 11 көлік соғысып үлкен жол апаты болған. Жол кешірімді жер емес. Мамандар жүргізушілерге сақ болуды, жол қозғалысы ережесін қатаң сақтауды және ауа райы мен жол жағдайын міндетті түрде ескеруді ескертеді. Жол қауіпсіздігі әрбір жүргізушінің ортақ жауапкершілігі. Аңдамай сөйлесең, ауырмай өлесің деген мақалдың бүгінгі заманға сай нұсқасы аңдамай сөйлесең, әлеуметтік желідегі парақшаң жойылады. Соңғы кезде TikTok қолданушылары Қазақстанда платформаның қалай қатаң жұмыс істеп жатқанын айтып талқылап жатыр. Нақтырақ, TikTok платформасы өзіне жақпаған видеоларды бұғаттап, қолданушыларды банға жібереді. 2025 жылдың шілде-қыркүйек айларында Қазақстанда TikTok қауымдастық ережелерін бұзған 1,5 миллионнан астам видеоны өшірген. Көбі тіпті пайдаланушылар шағымданар алдында 99% алдын ала блокталған екен. Ал жарияланған видеолардың 94% алғашқы 24 сағат ішінде өшіріліп үлгерген. Оқытушының әрекеті ерекше оқыту әдісі ме, әлде желіні шулату ма? Әлеуметтік желіде Алматыдағы колледждің бейнесі қызу талқылануда. Видеода студенттің басында нысана тұр, ал оқытушы оған мылтықпен оқ атпақ болып жатқандай көрінеді. Көпшілік бұл қалайша рұқсат етіледі деп пікір білдіруде. Дегенмен колледж басшылығы ресми түсініктеме берді. Ведомство мәліметінше штаттық оқ-дәрілер қолданылмаған, тек жұмсақ мата арқылы пневматикалық мылтықтан оқ атылған, ешкім зардап шекпеген. Колледж бұл әрекетті оқыту әдісі немесе жазалау түрі емес деп атап өтті. Бірақ педагогикалық этика мен қауіпсіздік талаптарының бұзылғанын мойындады. Әлеуметтік желі қолданушылары әртүрлі пікір айтып, жағдайды өз теориялары арқылы талқылауда. Сондықтан бұл оқытушының өзіне тән ерекше әдісі ме, әлде желіні шулату әрекеті ме, нақты айту қиын. Қыстың күні көлік нөміріне абай болыңыз, себебі қар қатып, мұз жиналып салдарынан оның көрінбей қалуы әбден мүмкін. Алайда жүргізуші көлікке отырар алдында мемлекеттік тіркеу нөмірінің таза әрі анық көрініп тұрғанына көз жеткізбесе, айыппұл арқалауы ықтимал. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 590 бабы 1 бөлігіне сәйкес оқылмайтын немесе талапқа сай келмейтін мемлекеттік тіркеу нөмірі бар көлікті басқарғаны үшін 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. 2026 жылы 1 айлық есептік көрсеткіш 4325 теңге. Демек, көлік нөмірін қар мен мұздан тазаламаған жүргізушіге 21625 теңге айыппұл төлеуге тура келеді. Сондықтан қыс мезгілінде жолға шықпас бұрын көліктің шамдарын ғана емес, мемлекеттік нөмірін де тексеріп алған жөн.
көршінің қызы соңына жетті. Арнаға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз.